Сәлеметсіңдер ме менің кішкентай көрермендерім, менің аты жөнім Науканова Дильназ. Бүгінгі сабағымызды онлайн түрінде өткіземіз. Балалар, қане бір ортаға шығып сергіп алайық. Жарық болсын күніміз, жарқын шығар үніміз, елін сүйіп ер жетер, біз болашақ гүліміз. Өте жақсы балалар, енді барлығымыз бірге орнымызға жайғасайық. Қане балалар, көңіл-күйлерің жақсы ма? Өте жақсы. Енді мына суретке назар аударыңдаршы. Қане, не байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл бізге керекті заттар, я? Үтік, шаң сорғыш, ыдыс-аяқ. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұлардың барлығы бізге керек, я? Бұны барлығын бір сөзбен қалай айтады, қане? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тұрмыстық техника және оның қажеттіліктері. Біздің мақсатымыз тұрмыстық техниканы дұрыс пайдалана білуге тәрбиелеу және де ең бастысы қауіпсіздік ережелерді білу, я? Ал енді сабағымызға кірісейік. Балалар, бұл бізде қандай бөлме? Ас бөлмесі. Дұрыс айтасыңдар. Қане, ас бөлмесінде не орналасқан? Үстел, орындық, сөрелер. Дұрыс айтасыңдар. Иә, ал балалар, орындық болмаса біз не істеуші едік? Дұрыс айтасыңдар балалар, орындық бізге әрқашанда қажет. Және де ол әр үйде болады, я балалар? Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар, мына суретке назар аударайықшы. Бұл суретте біз не көріп тұрмыз? Орындық, кітап сөрелері, үстел, диван және де төсек. Дұрыс айтасыңдар. Осының барлығы бізге қажетті заттардың бірі. Бұл әр үйде болады, я? Балалар, енді ойын ойнасақ қалай қарайсыңдар? Ойынның аты шаң сорғыш. Біз, балалар, шаң сорғыш боламыз. Ал Айнұрға анасы үй жинасын деп айтыпты. Сендер де аналарыңа көмектесесіңдер ме? Өте жақсы. Біз шаң сорғыш болып не істейміз, қане? Дұрыс айтасыңдар. Барлық шаңдарды сорып, үйдің ішін тап-таза қыламыз, я? Өте жақсы. Үй шаруасымен айналысқан өте керемет, я? Балалар, мына суретте біз не көріп тұрмыз? Я, әр зат тоқпен жұмыс жасайды, я? Оның барлығын сымдары болады. Балалар, естерінде сақтандар. Ешқашанда су қолымызбен тоқ жүйелерін ұстауға болмайды. Бұл қауіпсіздік ережесіне сай емес, я? Енді орнымыздан тұрып, бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық, алақан соғайық, бір отырып, бір тұрып, бойымызды жазайық, оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, сәлдем алып алайық, орнымызға отырайық. Өте жақсы балалар, қане орындарына отыра қойыңдар. Балалар, бүгін біз қандай сөздерді үйрендік екен? Қане, бәріміз бірге қайталайықшы. Қане, тұрмыстық техника, бытовая техника, тоңазытқыш, холодильник. Өте жақсы. Қане, шаң сорғыш, пылесос. Балалар, ешқашанда қауіпсіздік ережесін есте шығармаңдар. Енді бүгінгі біздің сабақтан күтілетін нәтиже тұрмыстық техниканы дұрыс пайдалану және де тұрмыста қолданатын заттарды қалай пайдалану керектігін білу. Ең бастысы қауіпсіздік ережесін ұмытпау балалар. Естерінде сақтаңдар. Сау болыңдар.